bir trek Жыл қорытындысы 23 тамыз 2012-де емтихан сұрағына жауап жаздық политехте. Әрқайсы біліммен кейбірі көшіріп әйтіп-бүйтіп емтихан жауаптарын өткіздік. Келдік бірінші қыркүйек акт салына, қорытынды 32 группада. Тобымыз М12-1 электрик, әйтеуір таза кәсіп братан деп жүрдік. Меңгерушісі бар екен, ұқсамады жаманға. Топ жетекші болса Ырымкүл Камиловна, жетекші болса да жалғыз қыз арамызда. Атақ ничего, біздің ұстаз красавица. Бастапқыда келіспеушілік аха, енді жігітшілік түсінесің ғой братка. Содан соң танысып, этот братан тоже наш. Электромеханиктер ұранымыз алаш. Салам политех, қыздар менен жігіттер, алдарыңда тұрған электромеханиктер. Енді спецпредмет екіге аттанамыз, міне бүгін біздер жыл соңы қорытамыз. Салам политех, қыздар менен жігіттер, алдарыңда тұрған электромеханиктер. Енді спецпредмет екіге аттанамыз, міне бүгін біздер жыл соңы қорытамыз. Күндер өте берді, студенттік дәмі татық, бірінші жыл әрине перваш болып атандық. Солай өтіп күндер танысып жігіттермен, бес олсақ бірде емес, мінез әртүрлі екен. Әйтеуір көп өтпей топашымыз әсет, я оған бәрі сенет. Кенет осыраз жоқ болып қалса, қиын жағдай әсет болмаса. Я тобымыз мамандық электриктің, мүмкін содан шығар хит болды электрикпін. Мақсатымыз болды болу группа үздік, бес жігіттен құралған тападық тобы құрдық. Аха, әрі қарай сулады біраз күндер, аттестация, зачет, аттестация болды. Жасы өтті сосын қалды 30 жігіт, бөлінуге болмайды ұранымыз бірлік. Айтпақшы қалды басшы бәрін мойындатқан, ол әрине біздің, ол біздің Асқат братан. Ол біздің Асқат братан. Салам политех, қыздар менен жігіттер, алдарыңда тұрған электромеханиктер. Енді спецпредмет екіге аттанамыз, міне бүгін біздер жыл соңы қорытамыз.